балалар. Сәлеметсіздер апай. Бүгін біз сендерменен ерекше сабақ өтеміз. Бұл ерекше сабағымыздың тақырыбы ұлттық асық ойыны қанталапай. Қанталапай біздің қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Қанталапай ойынның мақсаты ұлттық ойындар арқылы балалардың шапшаңдығын, ептілігін, логикалық ойлауын дамыту, қазақ халқының салт дәстүріне қызығушылықтарын арттыру. Ал балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын қанталапай ойынына арналған шаттық шеңберімізді айтамыз, е? Кәні бастайық. Асық ойын қанталапай, қазақтың ұлттық ойыны. Ақыл ептілік ойыны. Сабыр сақтап ойнаймыз, біз ережені сыйлаймыз, бір-бірімізді қолдаймыз, жеңіске бірге қуанамыз. Жарайсыңдар. Кім жеңсе де біз қуануымыз керек, е? Ал балалар, міне мынау не міне? Қазақтың қоржыны, е? Бұл қоржынның ішіне біз не саламыз? Асық саламыз. Міне дұрыс айтасыңдар. Міне асық, неше түрлі. Міне сендерге ережені түсіндіріп өтейін, е, қанталапайдың. Қанталапай ойынның ережесінде асықты мен қазір шашамын кілемшенің үстіне. Сендер бәрін таласып, қанталапай деп таласып, дорбаларыңа саласыңдар. Кән дорбаларын көрсетіңдерші. Міне, соның ішіне асықтарын бәрін салып аласыңдар. Одан кейін, міне бізде мынау қызыл түсті қан асық, е? Қан асық. Бұл қан асық кімге түссе, ойынды сол бастайды. Ал ойынды асық ату арқылы жүргіземіз. Асықтардың бәрі мына жерге тізесіңдер. Одан кейін осы былайнан асық атасыңдар. Білесіңдер, е? Содан кейін, егер кім асықты атамай қалса, біз сендерге сұрақ дайындап қойғанбыз. Сол сұраққа жауап бересіңдер, е? Жауап берсеңдер, ойынды жалғастырасыңдар. Жауап бермесеңдер, келесі бала ойнайды, е? Талапай, ау талапай, табылды ойын алақай. Кән басталамыз. Алыңдар. Кәз, санайсыңдар асықтарын. Ал балалар, асығымызды жинап алдық, е? Қазір бәріміз отырамыз жерге, отырыңдар. Асықтарыңды шығарып санаңдар. Әркім өзінің асығын санайды. Қосып алыңдар бір-біріне. Асықтарын санап алдыңдар ма? Аяла, неше асық сенде? Менде 7. Нұрболат, неше асық сенде? 9 асық, е? Менде 4. Асқаттар 4. Елнұр, сенде неше асық? 8. Қан асық Елнұрға түсіпті, е? Ал енді ойынды бастаймыз. Әркім өзінің асығынан мына жерге 3 асықтан тігеді. Балалар, бәріміз өзімізден асық қойдық, е, мұнда? Бірінші ойынды Елнұр бастайды. Кәні Елнұр мына жаққа келе ғой. Міне асық ату деген жазылған жаққа қарай атасың, кән? Мына жерден тұрасың. Еңкейесің. Ой, жарайсың мағанның бәрін ал. Жарайсың. Ақтолқын апай сұрақ қояды, е? Елнұр жауап береді. Қоямыз, е? Ал Елнұр, 1-ден 10-ға дейін сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, жарайсың. Ой, бір асығыпты. Келесің. Мына жаққа. Екінші мүмкіндік жоқ енді. Асқат орныңа тұра қой. Кән, отыр. Әні, ал жүру аттың нелерін. Мейлі, біреу болса да атты ғой. Ал енді кезекте біз Нұрболатты шақырамыз. Нұрболат, жаңа сен неше асық жинадың? 9 асық жинапты, е? Ой, жарайсың кәні? Енді мынаны атамыз асықты. Ой, жарайсың, ала ғой. Ана құлағанында сайшы. Құлатқанның бәрін ала бер. Дұрыс. Ой, жарайсың Нұрболат кән? Мерген екен, е, Нұрболат? Кәне, ішіміздегі жеңімпаз бізде Нұрболат сияқты, е? Нұрболат нешеу екен? 12, е? Кән санап шықшы. Кәні? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
айтамыз дедік, Нұрболат бізде қанталайсың Нұрболат? Жақсы мерген екен, асықты жақсы атады екен. Керемет, жақсы, жарайсыңдар балалар. Жарайсың.